сәбиде өмір сыйлаған құдірет. Ерте заманда бір патша өмір сүріпті. Патшаның қисапсыз байлығы болса да үнемі қабағының астынан 1000 бар байқалып тұрады екен. Сөйтсе әлгі патшаның перзенті болмапты. Патша қапаланып қайғырып жүргеніне бір күні жұбайы жыланның тіліне жерік екенін айтыпты. Осы сөзге қаншама рет Құдайдың жалынып сұраса да ести алмаған ол жүрегі жарыла қуанып жар салыпты. Егер кімде-кім менің жарлығыма құлақ асып, жарымның жерік асы жыланның тілін әкеліп берсе, соған жалғыз қарындасымды қосып, өзіме күйеу бала етемін. Бір ескертетін жайт, ол Сахарадағы жыландардың ортасының патшасы атақты Афита әбжыланның тілі болуы тиіс депті. Үмітсіз сайтан демекші, байлық пен аса сұлу патша қарындасын алуға қызыққандар Сахараға жол тартыпты. Олардың ішінде сол шаһарда тұратын бір саудагердің Азу есімді баласы да бар екен. Азу о баста өмірге келгенде жылан терісін жамылып туыпты. Өз терісінің пайдасын көмекке әрі сынамаққа ол да үмітпен жыландардың ортасына аттаныпты. Азу жолда келе жатып, әр жерде шашылған адамдар сүйектеріне көзі сүріне береді. Бұлар да мен сияқты үміткерлер шығар деп топшыланған. Ол өзі тек терісінің арқасында ғана аман келе жатқанын түсінеді. Ақырында көп қиындық көріп Сахараға жетеді. Ордаға келген соң ол жыландармен тез араласып кетеді. Бірде жыландар патшасы тағамды өте жақсы даярлап алатын аспазшы керек екенін мәлімдейді. Сынға түскендердің арасында Азу озып шығады. Ол қолынан келген өнерінің барлығын жұмсаған екен. Сөйтіп, аз уақыт ішінде Азу Афита әбжыланның жақсы көрер жақынына айналады. Әңгімеге тарта жүріп, жыландар патшасының жаны қолындағы сақинада екенін де біліп алады. Оны Афита маңсантау кезінде айтып қояды. Бір күні Азу тәтті тағам жасап, оған ұйықтататын дәрі қосады да Афита әбжыланға жегізеді. Ол қатты ұйқыға кеткен кезде сақинасын алып қақ бөледі. Содан соң тілін кесіп алып, түн қараңғысымен тайып отырады. Бұл оқиғаға таң атқан соң бірақ білген жыландардың оны әрі іздеп, бері іздеп таба алмай қала береді. Азудың оңай құтылуының себебі Сахарадан шыққан соң ол адам қалпына қайта ауысып алады. Еліне аман есен оралған Азу патшалығы жыланның тілін әкеп беріп, оның қарындасына үйленеді. Ал жерік асын жеген патша жары көңілі судай тасып, айы күні жетіп ұл болады. Ұлан асыр той жасалады. Той десе құлбас домалайды. Демекші, бұл тойға баяғы Азудың іздеп жүрген жыланда келіпті. Ол Азуды иісінен танып қалып, санын бірақ соғыпты. Ішіне кек түйіп, өз ордасына қайтыпты. Келген соң бұл жаңалықты басқаларға айтып беріпті. Оны естіген жыландар ашуланып, адамзаттан кек алмаққа бекінеді. Улы тілі арқылы адам баласына зиян келтіріп, ұрпағын кеселге душар етпек болады. Афита әбжыланның жұбайы Флита әбжылан қатты ызаланып, оны өлтірмекке өзі аттанатынын мәлімдейді. Афита әбжыланның дүние салған кезде ол қасында бола алмапты, алысқа қонаққа кеткен екен. Араға біраз уақыт салып, Флита әбжыланның патшалық
қонаққа келеді. Азуды іздеп жүрген бір үйдің түндігінен сығалап қараса, бесікте жас бала көрінеді. Бұл жаңа туылған нәресте патшаның мұрагері еді. Ол бар ашуын осы баладан алмақшы болып бекінеді. Үйде жан жоқ кезді пайдаланып, түндікті түсіреді. Баланың қасына енді жақындай бергенде, есіктен бір әйел кіріп келеді. Жылан сасқалақтап қалады. Ал патша жарының абжылығына сонша тілі күрмелініп, «О Құдайым, жалғыз сәбиімді ажалға қалай қиям? Оны босанарда жыланның тіліне жерік болып едім. Енді ажалы да сол жылан тілінен болмақ па? Жоқ, құтқара гөр» деп жалбарынады. Сол сәтте қайтадан есіне түскен белгісіз ошақта тұрған сүтке қарай ұмтылады. Қазандағы сүтті жыланға көрсетіп тұрады. «О, әбжылан, менің жалғызыма қиянат жаза ма? Жүрегім сезеді, сен кек алмақшысың. Баламды саған бермеймін, болмаса мені шақ» дейді. «Мен де ана сүтінен жаралған, сен де біз сияқты ана сүтінен нәр алғансың. Тіршілік иесі нәрі сүт. Ол қасиетті де қастерлі. Оны Алла тағалам сыйға тартқан. Ақ жерге төкпе деуші еді сондықтан. Ал мен сол сүтті сенің басыңа төгемін» дейді. «Тек балам үшін, тек жалғызымның өмірі үшін ғана салттан аттаймын. О әбжылан, опасыз, сенің уың осы сүт арқылы құдіретінен айрылсын. О жаратушым, тілегім қабыл ет» деп еңіреп тұрып сүтті жыланға шашып жібереді. Сол сәтте шынында да жылан бір құдіретінен айрылады. Сүттің қасиеті күші оның уы мен айбатын сиқырлап тастайды. Жылан есеңгіреп тұрып есіктен шығып кетеді. Міне осыдан бастап барлық жылан атауы сүт көрсе айбатынан айрылады екен. Олар үйге кіргенде басына ақ құйса сытылып шығып кетеді. Оларға бұл қасиет сонау заманнан өз аналарынан дарыса керек.